Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Мен өзімнің тәжірибемен бөлісетін боламын. Бүгін 6 жылдық тәжірибемен дұрыс бизнес жобаны қалай жазамыз, қалай толтырамыз, соны толыққанды үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, лайк басып қойыңыздар, өте пайдалы болады деген ойдамын. Сіздер комиссия алдында бұл бизнес жобаларыңызды қорғайсыздар грантқа. Бұл бизнес жобаларыңыздың дұрыс екендігіне бірінші өздеріңіз көз жеткізулеріңіз керек, әрбір цифрларыңызға жауап берулеріңіз керек. Сол себептен мұқият тыңдаймыз, көреміз. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырсаңыздар болады. Бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз шлакоблок өндіру. Шлакоблок өндіру бизнес жобаның атауы. Одан кейін қай жерде тұрасыз, сіз сол аумақты жазатын боласыз. Одан кейін жоба бастамашысы аты жөнін жазамыз. Келесі бірінші бөлім. Бірінші бөлімде жоба бастамашысының толыққанды аты жөні, ЖСН, телефон нөмірі, тұрғылықты мекен жайы, жұмыспен қамтылу санаты, егер кәсіпкер болса кәсіпкер, жұмыссыз болса жұмыссыз, заңды мекен жайы деген жерге кәсіпкер болған жағдайда толтырасыз. Одан кейін кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі, бұл кәсіп бойынша тәжірибесі бар ма? Бар болса, мысалы 2 жыл жалдамалы жұмысшы болып істегенмін, осы шлакоблок өндіру цехында деп жазып қойсаңыз болады, тәжірибеңіз болса. Одан кейін отбасы жағдайы. Отбасы жағдайы көпбалалы ана немесе мүгедек, көпбалалы әке деген секілді толтыратын болады. Келесі жобаның мақсатын жазамыз. Шлакоблок өндіру, яғни қайтарымсыз негіздегі грант мөлшерлемесі бойынша шлакоблок өндіруді іске асыру деп жазсаңыз болады өзіңіздің идеяңызбен. Одан кейін жоба туралы қысқаша ақпарат, құрылыс материалдары үшін шлакоблок өндіру. Төртінші ең маңызды бөлік осы төртінші бөлік. Осы төртінші бөлікте сіз көрсетілген, зерттелген құрал жабдықтарыңызды осы гранттық қаражат есебінде сатып аласыз. Ертең гранттық қаражатты ұтқан кезде осы жобаға сәйкес сіз өзіңіздің сатып алған осы құрал жабдықтарыңызды фискальный чек немесе счет фактура арқылы заңдастырып, онлайн түрде барлығын сканерлеп, порталға салып, отчет тапсыратын боласыздар. Осыған мұқият болыңыздар. Бірінші шлакоблок аппараты комплекте дейді. Бетономешалка, тачка, вибростанок бір жерден аламын деп отыр бұл кісі. 1.230.000 теңгеге. Одан кейін стеллажы дейді 20 дана 5.000 теңгеден 100.000 теңгеге. Одан кейін бочка металл 200 литр дейді 50.000 теңге, барлығын қосқан кезде 1.380.000 теңге болады. Одан кейін айналым қаражатына өзі қаражатынан есептейтін болады. Цемент, шебен, дравилка, құм, мынау шлакоблок өндіру үшін қажетті шикізаттар. Бұл жерде саны дегенді, бағасы дегенді толтырамыз. Одан соң барлық сомасы дегенді грант қаражат үшін қанша, меншікті қаражат үшін қанша, барлығын қосып, барлық соманы есептейтін боламыз. Барлық сома бұл жерде 1.634.500 теңге болса, гранттық қаражат есебінде бөлек көрсетесің. Мінекей, осы 3 құрал жабдықты бөліп көрсеттім, 1.380.000 теңге. Ал шикізатқа меншікті қаражат есебінен жаратады 254.500 теңге. Осылай бөлек-бөлек талдап, дұрыс мәліметті енгізуіңіз керек. Келесі 5-ші бөлім. 5-ші бөлімде көрсетілген қызметтердің, өткізілетін өнімнің бағасын жазамыз. Қызмет және өнімнің атауы шлакоблок, бағасы 135 теңге. Так, 6-шы шлакоблок, қызметтің түрі, бағасы және бір айда қанша өндіре алады. Соны жазамыз. 3.000 дана деп қойдық бастапқы көрсеткіште. Одан кейін айлық табысы 300.000 дананы 135-ке көбейтсек 405.000 теңге болады. Бір айда табатын табысымыз 405.000 деп көрсетеміз. Келесі пайда болжамын есептейтін боламыз. Пайда болжамы грант алған жылды есептей келе 3 жыл көлемінде есептеліп жазылатын болды. Бірінші жылы грант алған жылы. Грант алған жылы мына шлакоблок өндіру дегеніміз бұл сезонный бизнесе. Себебі сіз қыста
қара суық күзде бұл шлакоблок өндірісін жүзеге асыра алмайсыз. Алғашқы жылы мен 4 ай деп көрсеттім. Одан кейін екінші, үшінші жыл үшін 5 ай көлемінде жұмыс жасайды деп көрсеттім. Сіздер алып 12 айға табысты есептеп қоймаңыздар, себебі комиссияда подозрение болады. Неге бұл сезонный бизнес ой қалайсыз 12 ай бойы жұмыс жасай аласыз бұл бизнес түрімен деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол себептен бизнестің түрін есептейміз. Барлығын есептеп жазатын боламыз. Мысалы 405 мыңнан грант алған жылы 4 ай деп есептедік, 1.620.000 теңге. Одан кейін өзіндік құны жалпы кірістің 30% алып отырмын. Тауарды жеткізіп беру қызметіне 50.000 теңге деп есептеп отырмын алғашқы жылы. Сіз февраль айында тапсырсаңыз, наурыз айынан бастап деп есептеп отырмын. Бұл жерде мен 10 айға 7.000 теңгеден міндетті зейнетақы жарнасына төлейсіз. Сіз кәсіпкер болып тіркелсеңіз, болды, осы төлемдерді төлеуіңіз керек. Себебі кәсіпкер болған соң ай сайын сізге осы салық төлемдерін төлеуіңіз керек. Одан кейін әлеуметтік аударым бойынша 3,5%. Әлеуметтік аударым бойынша 2.450 теңгеден 10 ай 24.500 теңге. Мәміске 4.900 теңгеден 10 айға 4.49.000 теңге. Табыс салығы жалпы табыстан есептеледі 3%. Егер упрощенный режимде болсаңыз, 1.620.000 теңгенің 3%, 48.600 теңге болады. Жалпы біздің бір жылдағы грант алған жылғы шығысымыз 728.100 болса, жалпы кірісіміз 1.620.000 болады. Таза пайдамыз 891.900 теңге шығып тұр. Екінші жылы біз 12 ай бойы есептейміз, табысты 5 ай бойы көрсетеміз, 9.450 теңге болады екен. Келесі 2 жылдағы жалпы табысымыз. Одан кейін кірістер мен шығыстар туралы толық түсініктеме береміз. Келесі нарықтағы жағдай және бәсекелестер туралы. Шлакоблок өнімнің атауы, бағасы, өніміңіздің, қызметіңіздің кімге сатуды жоспарлап отырсыз? Жеке үйлерден және мекемелерден жарнама арқылы тапсырыспен аламын деп жоспарлап отырмын. Өнімдерді, қызметтерді жоспарлаған адамдардың телефоны, алдын ала сіз жоспарлап келісіп қойсаңыз, сол адамның телефон номерін енгізетін боласыз. Қай аймақ дейді, мекен-жайды жазасыз. Одан кейін өнімді, қызметті сату үшін қандай техникалық талаптар қажет дейді. Сапалы, жаңағы шлакоблок өнімімнің мықтылығына, құрамына, сапалылығына жауап беремін деп жазып қойсаңыз болады. Сындырмай, қиратпай, әр данасын жақсылап жеткіземін деп өзіңіздің идеяңызбен жазсаңыз болады бұл жерде. Сіздің аймағыңызда ұқсас өнім қызметпен қандай бәсекелестер бар? Бәсекелестер бар, алайда өнім сапалы, жеткізіп беру қызметі тегін, бәсекеге қабілетті деп толтырсаңыз болады. 9-шы әлеуетті тұтынушыларды талдау. Сіздің аймағыңыздағы орташа айлық табысты есептеп жазасыз. Одан соң бір жыл ішінде қанша тауар қызмет сатып алады дейді. Бірнеше адам сатып алуы мүмкін. Тауарларды, қызметтерді сатып алу көлемін және сіздің әлеуетті тұтынушылығыңыздың орташа айлық табысын есептеу қандай деректерге негізделеді? Статистикалық дерек деп жаздым. Қызметтердің бәсекелес болып табылады. Шлакоблок өндіру цехтары бәсекелес болып табылады деп жазсаңыз болады. Шлакоблок өндіретін жеке кәсіпкерлер деп жазсаңыз болады. 10-шы әлеуетті клиенттермен өзара әрекеттесу. Сіз мекен-жайыңызды жазасыз. Қай орталықта сұраныс жоғары болмақ? Біріншіден аудан орталығында менде сұраныс жоғары, екіншіден тұрғылықты жерім тауар сатып алуға қолайлы деп жазып қойсаңыз болады. Әлеуметтік желілер арқылы біледі, дүкендерге өзім ұсынамын деп айтсаңыз болады. Жаңа құрылыс заттар сататын дүкендеріне. Одан кейін 11-ші шикізат пен материалды сатып алу, өндіру қанша уақыт
құрылыс заттар дүкенінен көтерме бағада аламын дейсіз. Бәсекелестен артықшылығым жеткізіп беру қызметін тегін 10% төмен бағада сатамын деп көрсетсеңіз болады өзіңіз. 11-ші. Осымен жобам аяқталды. Сау болыңыздар.